Анегелердің айтуына қарағанда, қара үй деп ағаштан жасалған бөлігіне айтылады. Ол безелгеннен кейін болса, отауға айланады. Бірақ та ол халық арасында қара үй деп сіңіп кеткен. Ал енді ойлап көрсек, не үшін қара үй? Бұл халықлардың тикарығы жасау орны болған. Негізінен ол көшпелі тұрмыс үшін қолай, тез жиналатұғын һәм бір орыннан басқасына көшірілетұғын тұрақ жай вазипасын атқарған. Сондықтан да оның пайда болуы һәм рауажлануы айемгі дәуірлерге барып тақалады. Қарақалпақлар арасында кең тарқалуына себеп болса, ерте уақытларда қарақалпақлар су тасқынлары, судың жетіспеушілігі һәм басқыншылық ұрыстары нәтижесінде өз маканларын өзгертуге мәжбүр болған. Соның ішінде қарақалпақлардың тикарығы тұрақ жайы, өз жасау орнын өзгертуге қолай болған қара үй болған. Айрым деректерде қара үйдің негізі үңгір болған делінеді, ал басқа бір мағлұматларда болса, оның тикары түрки моңғол халқына тән болып, оның сыртқы көрінісіне қарап, қайсы бір халыққа тиесілі екенлігін білу мүмкін болған делінеді. Ал бұндай көріністегі үйлер болса, Шығыс Сибир һәм Орайлық Азияның шөл зоналарында көбірек ұшырасады.